Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз 7-ші сыныптың 4-ші тоқсандағы бір жобаны талдаймыз. Бұл бізде бірінші нұсқа болады. Бірінші естен бастайық. Так, негізі біз мәндерді жақшадан шығару керекпіз. Солай біз мәндерді қысқарта аламыз. Енді мұнда қарасақ, а кубта және минус 2а квадратта қандай бізде общий мән бар? Біз жақшадан негізі а квадратын шығара аламыз. Мұнда қалады а минус 2. Астында жазамыз а 4-ші дәрежеде. А 4-ші дәрежеде біз а квадрат көбейту а квадрат ретінде жаза аламыз. Мынау бізде а квадраттар қысқарта алады. Сосын бізде жалпы қалады а минус 2 бөлінген а квадрат. Енді б бізде. Біз жақшадан үстінде біз 4-ті шығара аламыз. Бізде болады 4х минус 4. Сосын қысқаша көбейту формуласы бойынша біз мынау х квадрат минус 16 осылай жаза аламыз. Осылай формула бізде болады. Енді мұнда қолданамыз. Бізде болады х минус 4 көбейту х плюс 4. Мынаумен қысқарта алады. Сонда бізде қалады үстінде 4, астында х плюс 4. Екінші тапсырма. Ортақ мән бізде болады х көбейтілген х минус 1. Ол үшін мына бөлшекті х минус 1-ге көбейтеміз. Мына бөлшекті х-ке көбейтеміз. Бізде шығады 3 жақшаның ішінде х минус 1. Сосын қосу 4х минус 3 жақшаның ішінде х. Астында жазамыз х көбейтілген х минус 1. Енді жақшаларды ашамыз. Бізде мұнда шығады 3х минус 3 плюс 4х квадрат минус 3х. 3х пен минус 3х бізде қысқартылады. Мұнда бөлінген х минус 1. 4х квадрат минус 3. Так, сосын мынаны жақшаны ашамыз. х квадрат минус х. Мынау жауап бізде болады. Енді б-ға көшейік. Так, б-да қарасақ, мұқият қарасақ, бізде мұнда қысқаша көбейту формуласы. Сол үшін астында жазамыз х минус 2 жақшаның ішінде х қосу 2 минус 2х қосу 2. Ортақ мән бізде болады х минус 2 жақшаның ішінде көбейту х плюс 2. Сол үшін мынау бөлшекті х минус 2-ге көбейтеміз. Бізде болады х минус 2 жақшаның ішінде х минус 2. Астында жазамыз х минус 2 көбейту х плюс 2. Мына жақшаны ашамыз. Бізде болады х минус 2х. Минус минус болады бізде плюс 4 х минус 2 х қосу 2. х минус 2х бізде болады минус х. Сосын мұнда минус х жазамын. Сонда жалпы жауабы бізде болады 4 минус х квадрат минус 4. Ал енді бізде үшінші есеп. Өрнектің мәнін табыңыз. Егер х тең 2 болса. Так, мұнда қарасақ, біз бөлуді көбейтуге айналдырамыз. Сонда үстінде бізде болады 4х қосу 20 х квадрат минус 5х. Мынаны біз х минус 5. Сонда мұнда қарасақ, біз мынау мәнді жақшаның ішінде х минус 5 квадратта жаза аламыз. Осылай. Сосын мұнда біз 4-ті жақшаның сыртына шығара аламыз. Және мұнда х-ті сыртына шығара аламыз. Мұнда бізде шығады 4х қосу 5. Астында х көбейтілген х минус 5. Ыңғайлы болу үшін мен мынау мәнді осылай жаздым. Енді біз х минус 5-ті х минус 5-ке қысқарта аламыз. Сосын х квадрат минус 25-ті біз басқаша жаза аламыз. Мұнда біз
қысқаша көбейту формуласын қолданамыз тағы да. X плюс 5, X қосу 5 қысқартамыз. Сосын X минус 5 пен X минус 5 қысқартылады. Сонда мұнда бір қалады. Так, сонда жалпы бізде не қалады? Бізде мұнда қалады только 4 бөлінген X. 4 бөлінген X. Енді X-ның орнына 2-ні қоямыз. 4 бөлу 2 бізде болады 2. Жауабы 2 болады. Ал енді соңғы есеп. Мұнда бізде бірнеше тәсілі бар. Так, мұнда қарасақ, А бөлу 2 тең 2 екені белгілі болса, өрнектің мәнін табыңыз. Енді біз А бөлу 2 біз басқаша жаза аламыз. Б-ні 2-ге көбейтсек, бізде болады А тең 2Б. Сонда біз А-ның орнына 2Б қойсақ, бізде болады 2Б минус 2Б бөлінген 2Б. 2Б минус 2Б бізде болады 0. 0-ді кез келген мәнге бөлсек, бізде болады 0. Ал енді біз мысалы осылай қалдырайық. Сонда біз осылай шығарамыз. Мынау мәндерді бөлек-бөлек жазамыз. Сонда бізде болады 2Б бөлінген А минус А бөлінген А. А бөлінген А бізде болады 1. Сосын 2-ні жеке жаза аламыз. 2 көбейту Б бөлінген А минус 1. Так, мұнда қарасақ, бізде почти ұқсас. Сол үшін мыналарды А бөлу Б орындарды ауыстырамыз. Так, ауыстырсақ. Мұнда бізде негізі 1 ғой тұр. Бірақ біз оны жазбаймыз. Орындарды ауыстырамыз. 2-ден 1 болады бізде. Сол үшін Б бөлінген А-ның орнына 2-ден 1 жазамыз. Сосын 2 қысқартылады. 1 болады. Содан мұнда жалпы шығады 1. 1 минус 1 бізде болады 0. Осы видеоны көрген үшін сізге көп рахмет. Мен сізге шын жүректен қатты ризамын. Пайдалы болды деп ойлаймын. Ал сау болыңыз.